Алтын ашар тұнжыр ердің түсінде, алтын түзер әр бұзылған ісінде. Қылыш қайда, содан күміс табылар, күміс қайда, қылыш сонда шабылар. Ей бек, күміс берсең әскер қарайды, текке жисаң ерлер безіп тарайды. Қылыш берер күміс ердің қолына, құрбан болар алтын қылыш жолына. Сараң бектер мал жиғанға ырза тек, қылыш жұмсап оны алады мырза бек. Осы әдет боп бұжылғанда қалады, мырза алғысты сараң қарғыс алады. Жерді өгділміш сүйді сөзін адақтап, қылды дұға бір алланы мадақтап. Разы боп патша білді мол жайды, етіп дұға бір аллаға қол жайды. Айтты патша, мейірімді сен ием, қиын жерде сыйынып ем, сеніп ем. Сенен басқа таянышым жоқ әрі, саған деген ой үмітім жоғары. Жасап едің көп жақсылық қандайда, игі тілек жазып едің маңдайға. Сыйынамын да айтам дұға, 100 мың сөз, 1001 мұңлық мәңгі бақи сен мұңсыз. Мен тілеймін жәрдем қуат жолдашы, тура жолға мені бастап қолдашы. Бәрінен де артық етіп дем бердің, көңілім тоқ, өгділмішті сен бердің. Сый қып бердің мендегі енді ой талап, шүкір етем 100 мың рет қайталап. Құрбан етіп ол ісіме бар жанын, кешер күнге төгер дұға маржанын. Күш бер маған өтейін де сол хақын, мені сүйіп болып кетсін ол жақын. Айтты патша, осы ел сені жақтайды, ақыл білім иелері мақтайды. Ақыл десе ақыл сенде кемелді, білімге де кісілігің кенелді. Сен сенімді іске таза ұста едің, елді қолда кісілікпен ұстадың. Қызым етің асты сыйдан құрметтен, ешбір жұмыс болмады ғой құр кеткен. Соның хақы мынау болсын айтарым, өтеуіне өзім болам қайтарым. Жарылды ғой бұ жүрегім дей алам, сондай қуан алла беріп ей балам. Патша ойланды сөзін кесті ұқтырды, қызы метші жер сүйді де тік тұрды. Шығып тысқа кетті о жерден аттанып, келді үйіне көңіл толып шаттанып. Күні түні жұмыс қылып шақта осы, сонда ашылды оған бақыт қақпасы. Қолы ұзарды қонды бақыт жиылып, ақыл өсіп, келді білім құйылып. Үздік шыққан дәулеті мен атағы, адам айтқан тыңда соны жә тағы. Келсе бақыт әлде қалай бекке бір, жеткізеді оның қолын көкке бір. Мал дүние жиылса өмір сүрілер, өңі кіріп, кісі көңілі тірілер. Дәл осылай сөз айтыпты ақсақал, тыңда соны ей азамат жақсат ал. Болса бақыт кеңейді ердің өрісі, сөзі ақыл боп оң болады терісі. Мал бітпесе жез таңдайлы дананың, тілі шықпас болса да елдің серісі. Әдет осы жұртты аузына қаратар, кісі атағын бақыт келіп таратар. Жаманға да бедел берер бұ дәулет, кішісінде көтермелер күл дәулет. Кейбіреуде жүрсе дағы түк өнбей, келер бақыт төрт құбыла түгелдей. Бітер сонда бар тілегі арызы, белгілі боп елге аты мен әрізі. Келсе бақыт бар бергенін қайырар, сонда басы қара жерге бойырар. Ей данагөй зерек ерге қаттысын, бәлесі бар сүйме жалған тәттісін. Неме керек бұ қараңғы жалғаның, мәңгі өмірге жолын түзеп жалға оның. Сенбе жалған тас түнектен бетерді, ізде жайлап алла алдына жетерді. Ей ақкөңіл, тыңда біреу не депті, барлық істе ойы түзу әдепті. Ей ақ жүрек, ізде өмірді шынайы, сонда туар саған бақыт күн айы. О дүние ердің іздер мұңы ғой, бұ дүние кетер тастап мұны қой. Бұ дүние жапа қылар арасар, сен де сөйтсең ол сенімен жарасар. Басы қатып ей адасқан ер енді, бұ жалғанды сүйме түбі тереңді. Түсе қалсаң терең құдық таптайды, қашып одан ешкім сауға таппайды.
құтыл одан жоғары тарт қабынып, бір Аллаға құлдық ұрып табынып. Оңыс тіле қайтып жаман райдан, айт сөзіңді тәуба деген бір ойдан. Сонда патша елге көңіл артыпты, жақсы беріп саясатпен тәртіпті. Ел тыныш боп азған толды ол шіреп, дос биіктеп жауы жатты әлсіреп. Кешті күндер шат-шадыман нұр жағып, кетті әлемге атақ дүр қағып. Өтті уақыт осындайдың бәрімен, тоқты өсіпті құрдас болып бөрімен. Бір күн патша жеке сұхбат құрады, істің жайын Өгділміштен сұрады. Күндер қалай айт Өгділміш, жай гәп пе, кедей көп пе, біздің елде бай көп пе? Ел ішінде қанша жауыз арам бар, айт бүкпесіз қалайша жүр адамдар. Ел не деп жүр, жамандай ма, жақтай ма, сөге ме әлде көпшілік жұрт мақтай ма? Айт мінімнің жақсы ісімнің қам әлін, қайсысы көп, мен табайын амалын. Дегді Өгділміш, айтар болсам өткенді, бар тілекке патшам қолы жеттенді. Әлем билеп патшам оны жебейді, бәле азайып бақ қуаныш көбейді. Халық байып рахат бір кез енді, көңіл өсіп ұлыс кент безенді. Жанға жайлы өтті халық күндері, шат-шадыман өтіп жатыр түндері. Сені мақтап саған тілеп бақиды, жаны бардың бәрі дұға оқиды. Әділет су, зорлық от қой жалмаған, суды ағыттың, от жоқ өшіп қалмаған. Әділ заңнан жайнады елдің арасы, зорлық құрып көрінбейді қарасы. Зорлық әсте үш нәрседен қарағын, бірі жалқау, бек туғызар қара түн. Бірі бегі әлсіз болса ауырған, сосын бегі елін сорса бауырдан. Бұл үшеудің сенде жоқ қой бірі де, қайдан зорлық келеді сені тіріде. Ей бек, таза әділдігің білінді, берді Құдай саған ақыл білімді. Бар жақсылық сенен боп ел сүйінді, бойын түзеп тойынды да киінді. Шүкір етіп бір Құдайға табында, жатсай тыныш жан бағудың қамында. Сырттан келген бар бәленің қандайын, күтіп алар күзетші құл мен дайын. Патша мәз боп елжіреді етеріп, шүкір етті қолын көкке көтеріп. Ием ұлы, деді, мені еледің, жай құлың ем, не құрметке бөледің. Бердің маған бар жақсылық арызды, мойныма алдым шүкіршілік парызды. О міндеттен құтылудың төтесі, менің үшін өзің оны өтеші. Ей Өгділміш, деді патша сәнімен, Құдай сыйы қылып таптым сені мен. Бар жақсыға себеп болдың, нық айттың, күшті тыйып әділ жолды нығайттың. Берді Құдай бар жақсылық мұратын, сені берді 10 есе артық тұратын. Бек тырысып өзі қанша ерлесе, іс бітірмес, құлы жәрдем бермесе. Бек көреді іштегіні жұрттағы, сенімді құл оның көзі сырттағы. Маған сен кеп көзім тілім қол болдың, содан жақсатым шықты жол болды. Тыңда, айтыпты Хақан тілге ұстадам, талай елді бастап басып ұстаған. Тапса бектер сенімді құл сарасын, алтын менен күміске әкеп орасын. Таза кісі тапса бектің бақ еді, тыныш жатып жанын жайлап бағады. Таңдаулы адам сенімді ғой жөнді ойлар, табылар ма қызметке ондайлар. Шын берілген қызметші болмаса, қасиеті кісіліктің далбаса. Қапа болам, ей Өгділміш, не етесің, сен әкеңнен маған қалған жекесің. Бар болғанда сенен басқа біреуі, алды артымның болар еді тіреуі. Жалғыз жанның қиын екен бас қамы, сен жоқ болсаң қайдан табам басқаны. Мен қапамын, жалғыздығың ауырды, тапсаң шіркін өзіңе бір бауырды. Болмасын деп саған әсте қиын тым, оқып дұға бір Аллаға сыйындым. Байқа көріп ел ішінде не барын, саған ерер кісі болса айт хабарын.
Айтты өгділміш патшам бағып ұлысты, аман жүрсе тындырамын бұл істі. Патша тыныш рахатқа батсын да, ой арманы орындалып жатсын да.